Ardaқты ағайын, бауырлар, мен Аронмен алғашқы рет 84-ші жылы ау деймін, күзде қысқа қарай кездестім, таныстым. Мен таныстырған Мақсат Мұхитдинов деген жігіт, Баян Есентаеваның әкесі деп таниды ғой, бірақ ол өзі әнші болған, композиторлығы да бар. 74-ші жылы екеуміз консерваторияға композиторлыққа түсуге сол абутуриент болып жүргенде танысқанбыз. Сол кейіннен 10 жылдай өткенде кім кездесіп, Мақсат. Мен анау Орхон Енисей Малова аударған жазбаларды, көне түрік жазуларын қайтадан аударып жүредім. Соны академияда ертең тыңдау болады. Қасында Арон деген жігіт бар, екеуміз қайта аударып жатырмыз деп. Соны ғылым академиясын сонда таныстым Аронмен. Өз пікірлерін айтты, артынан әкім Құдайберген Жұбанов, Ахмет Жұбановтың ағасы, соның баласы Есет деген аға бар екен. Сол бар, бәріміз дейді, Тастақта бір үлкен үйлердің кімнің екенін білмеймін, Рәшиттікі ме, Арондікі ме? Рәшиттікі болар. Сонда барып, артынан шай ішкеніміз бар. Сөйтіп пікірлескенбіз. Одан кейін ара-тұра көріп жүрдім, енді кездесіп жүрдім. Сонымен 17-сінде 86 жылы мен теледидарда редактор болып істеймін, музыка бөлімінде. Біз бүкіл екі кабинет редакторлар бәріміз шықтық 17-сінде түсті. Сонымен түнде Аронмен Рәшитті кездестірдім мен. Аламда. Анау мінбер бар ғой, содан әскер енді бізді қуды, су шашты, үйтті-бүйтті.